Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видеомызда iSoip Arlet.gov реестр должников сайтымен жұмыс істеуді көрсетіп, қысқаша түсіндіріп үйретеміз. Мінекей, кез келген поисковикке Яндекс, Google болсын, реестр должников деп жазсаңыз, мінекей борышкерлер тізімі деген iSoip деген сайт шығады. Осы жерге кіреміз. Кез келген адам өзінің бұл жерде иінін ғана жазады, нақты аты жөні деген қажет емес. Осы жерге иінді ғана жазамыз. Кейін мінекей іздеуді бассаңыздар, адамның, борышкердің қандай организация, қай мекеме, банк па, микрокредит қаржылық ұйым ба, ЖКХ қарыз бойынша ма, кез келген барлық проблемный займдар, делолар осы борышкерлер тізілімінде сайтында болады. Реестр должниковта. Басты назар аударыңыздар, постановление шығатын екі орган болады. Оның бірі мінекей соттың шешімімен немесе нотариальный палата. Осы екі орган ғана постановление шығарады. То есть нотариальный палата және соттың шешімі. Исполнительный надписпен, берешекпен, қағазмен танысу үшін не істейміз және қалай істейміз. Телефоннан кірсеңіз де, ноутбуктан кірсеңіз де басты назар аударыңыздар, көрермендер. Адамның аты жөнін үстінен басқан кезде қосымша мінекей барлық ақпарат шығады. Мінекей тағы айта кетейік жайт. Біздің Adelbot сервисі нотариальный палатаға возражение жазады автоматты түрде. Немесе басқа жазатын, өзіңіз жазалсаңыз да, немесе жазылатын адамға жөнелсеңіздер болады. Бірақ біздің сервисте небәрі 2900 теңге. Мінекей адамның аты жөні, қай мекемеге қарыз екені, организацияның аты жазылатында, банк болса банк, МФО, нелер болса, микроқаржылық ұйымдар болса, осы жерде жазылады, және мінекей берешектің сомасы. Кейін сот орындаушыдан қалай надпис алатын болсаңыз, мына жерде мінекей аты жөні жазылған, мекен жайы, телефон номер, электронный почта, және тағы айта кетейін, Adelbot сервисінде бізде дайын шаблон үлгісі бар. Соны өзіңіз қолмен толтырып, жеке сот орындаушыға жіберсеңіз болады. Мінекей WhatsApp арқылы мына нөмерге, немесе электронный почтасына өзіңіздің телефонмен жіберсеңіз, сот орындаушы сізге копиясын жіберуге міндетті. Соттың шешімі болса да тот же принцип, сол принциппен қалады. Адамның аты жөнін үстінен басасыз, мінекей мекеменің аты шығады, кому сколько должен, кімге неше қарыз дегенде, и берешек сомасы, мінекей сот орындаушының данныйлары осында, осы сайтта болады. Егер де бұл ақпарат сіздерге пайдалы болса, және сіздің жақындарыңызға пайдалы болса, әрине сіздерден лайк және подписка, комментарийға қораттау деп жаза кетіңіз. Комментарийға осы реестр должников сайты болсын, немесе кімде қандай мәселе бар, қай мәселе комментарийда көп лайк жинайды, немесе көп актуальный сұрақ болады, келесі видеода сол тақырыпқа сай түсіндірме видеосын түсіруге дайынбыз. Аман сау болыңыздар.